Армысыздар, Алаштың ардақтылары. Бұл қазақ интернетіндегі негізгі жаңалықтармен таныстыратын Тор бағдарламасы. Және оның жүргізушісі мен Нұрдәулет Жеңіс. Сүйінші, Алматы арнасының ұйымдастыруымен халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбековке арналған тұңғыш деректі фильмнің тұсауы кесілмек. Тұсаукесер жұма күні, яғни желтоқсанның 13-ші жұлдызында Фурманов Гоголь көшелерінің қиылысында орналасқан Цезарь кинотеатрында сағат таңғы 10-да алғашқы көрсетілім болмақ. Жақсы жаңалықтан қапы қалмаңыздар ағайын. Ерболат Мұхамеджан деректі фильмінің анонсын қарап отырып, Стив Джобстың мына бір сөзі ойыма оралады. Шынымен де өзің сүйетін, ұнататын істі істесең, онда бар ынтаңды саласың. Ынтамен, қалаумен жасалған іс жемісті болып келеді. Ардақ Мамырова, біз бір ауылда өстік, бір мектепте оқыдық. Қайратымыздың жаны жанатта болсын. Еңбегі ешке кетпейді. Қызғыш құсымыз сенің және сен секілді патриот азаматтарымыздың арқасында егемендігімізді алдық. Дастан, сізге рахмет. Лицом к стене. Қайрат алаңға не үшін шықты? Фамилия, имя, отчество. Рысқұлбек Қайрат Ноғайбайұлы. Кто убил Савицкого? Ол Савицкийді өлтірді ме? Қайратты сатқандар кім? Оны кім, қалай, қашан және не үшін өлтірді? 27 жыл бойы айтылмай келген ақиқат. Фейсбукта 1 желтоқсаннан бастап қызу талқыға түскен желтоқсан мен жаңа жылдың тойлануы болды. Бірі жаңа жылдан үлкен сыйлық күтсе, енді бірі желтоқсанды сағат санап күтіп жүр. Анара Лепесова, жаңа жылды асыға күтіп жүрмін, бір ғажайып болатын сияқты. Асқар Хамиденов, ғажайып жаңа жылға дейін болатын сияқты. Маржан Әжібек, сенбе, жылда солай күтем, ештеңе де болмайды. Жәния Әбдібек, таныс сезім. Есдәулет Қожекенов, тәуелсіздік мерекесімен желтоқсан құрбандарын еске алу күніне 120 сағат қалды. Есдәулет Қожекенов, тәуелсіздік мерекесімен желтоқсан құрбандарын еске алу күніне 96 сағат қалды. Құрметті достар, бауырлар, ағайындар, кешегі қайраттар, сәбиралар, ләззаттар өмір баянын желтоқсандағы көк мұзға қанмен жазған. Олар болмаса біз кімбіз? Соны естен шығармайық. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Армандауға болмай ма? Армандау тегін. 16 желтоқсанды 6 шілдедегідей ат ойлатып тойласақ дейді. Мақтыбек Орастайұлы, 16 желтоқсанды 6 шілдедегідей тойласақ қой. 6 шілде мен 16 желтоқсанның қайсысы маңызды деген сұрақтың жауабын өздеріңізге қалдырайын. Дегенмен де, әлден шыршаларды жасандырып безендіре бастағаннан ақ 16-ны тойлаудың деңгейінің қандай екенін білу қиын емес. 74 жыл бойы әдеттенген нәрсені тастау үшін тағы да 74 жыл керек болып жүрмесе. Сұлуша Шахметова, ұлтын дегендердің өзегіндегі қыжыл болып тұр, рас. Дархан Елекен, олар тәуелсіздік күнін әдейі осы күнге белгілеп қойған, желтоқсан оқиғасын ұмытып тойлап қуанып жүре берсін деп. 16 желтоқсанда құрбан болған бауырларымызды еске алып Құран бағыштайық. Қуанып тойлаудың еш қажеті жоқ, қайғыру керек. Тәуелсіздікке деген, оның батырларына деген құрметін білдіру үшін жаңа жылды тойлаудан түбегейлі бас тартып жатқан достарымыз да бар. Данияр Зиябекұлы, тәуелсіздіктің тұғыры әлде қайда жоғары ғой, жаңа жылды тойламауға дайынмын, наурыз бар ғой. Айдар Қырықбай, Ләке керемет ой, сөзден іске көшейік. Данияр Зиябекұлы, соңғы 2 жылдан бері 1 қаңтар мен үшін жаңа жыл күнтізбе басталатын күн. Маржан Сұлтанбай, тәуелсіздік күнін елеместен шырша құрып қойған әкімшілік ұялмайды екен. 31-де бізде жаңа жылды тойламай қояйықша. Өлі риза болмай, тірі байымайды дейді қазағым. Шыршаның мысы басты ма, жоқ құлдықтан босаған күнін ұмытты ма? Ал Атакентте өртенген шыршаны неге балаймыз? Руслан Желдібай,
Астанада шырша құлады, Алматыда өртенді, Шымкент пен Қарағанды мұндай оқиғалардан аман есен, себебі оларда бірінші кезекте тәуелсіздік күні. Мақсат Раджолы, Аяз атаны күтіп зығыры шығып кеткен Алматының шыршасы күл болды, тәуелсіздікке тәуету айдарынан. Ая Өміртай, біреулер әдейі өртеген шығар. Бақытжан Әлжанұлы, жанып жатқан шыршаға төбесінен мемлекеттік ту мен тәуелсіздік монументі күле қараған шығар, менің алдыма шығып нең бар еді деп. Айдана Дулат, бұл жоғарғы жақтан келген жаңа жылды 16 желтоқсан өткен соң бірақ тойлаңдар деген тонкий намек қой. Мұхамеджан Тазабек, ақ шырша, жасыл шырша, шырша, кімдер шырша тікпейді зорлық қылса, Жандарбек Бұлғақов. Досжан Ділдабай, жаңа жылға жаны қас кейбір іні бауыр, аға қарындастарды түсінуге де, түсінбеуге де болады. Жұлдыз Әбділда, жаңа жылды жек көретіндерді түсінбейм, бірақ қызыма Аяз ата болмайтыны, сыйлықты өзіміз алатынымызды айтып қойғам. Сәрсен Қызай, сен егер тәуелсіздік пен Наурыз мерекесі қарсаңында 15 мыңға сыйлық алып, осылай масайрап жүргенімнің арқасы осы тәуелсіздік деп туыстарыңа сый сияпат жасасаң, қалай болар еді? Серік Абасов, бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Астанада шырша құлап еді, қатты қуандық. Алматыда шырша өртеніп еді, тағы қуанып жатырмыз. Достар, бұл адам алаңдайтын құбылыс сияқты. Құлағанға, сүрінгенге, өртенгенге қуану жақсылық белгісі деп ойламаймын. Жамандыққа қуану да жамандық. Жарқын Түсіпбекұлы, жанып жатқан шыршадан от әкеліп, азаматтардың ұятына қойып жібергендей болды. Жазбаңыз. Сара Рахатова, байқұс шыршалардың кінәсіз екенін айтатын бір ағам табылдау әйтеуір. Адамдардың бәрі саналы ойлаудан қалған ба деп едім, күні боранда құлаған шыршаларға ата жау құлағандай сандарын шапаттап секіргенде. Советқазы Нұрсила, қышыған жерді дәл қасыдыңыз, рахмет. Сара Рахатова, алаңды жасанды шыршалардан тазартпас бұрын санамызды жасанды патриотизмнен тазалап алайық. Ел тосқан түрде келетін мүлде жайдарылы сол жылы бірақ әдеттен жырақ көрінді шынық ай барлы тоңдырды мені тоңдырды сені желтоқсан желі ызғарлы солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды із қалды солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды із қалды жоғалтып құлын аралда суын тауысты қаңырап мекен аңырап бөкен өріске бөтен ауысты тоңдырды мені тоңдырды сені желтоқсан желі ызғарлы солдырды. Құрметті көрермендер, ұлттық рухы мен ұлтқа деген құрметін жоғалтпаған Алаштың ардақтылары. Қасиетіміз де, қасіретіміз де желтоқсан. Келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Амандықта жолыққанша.